Қарттарға құрмет көрсету қашанда міндет парыз. Осы орайда қала әкімінің орынбасары Рысдәулет Айтбаев, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Дәулетхан Нәлібаев, Асыл жүрек әлеуметтік орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Ермек Ысқақов, сондай-ақ ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Батырбек Исламбек қаламыздағы көпті көрген қариялардың шаңырағына бас сұғып, сый құрмет көрсетті. Әуелі Абыз Ақсақал Төлебек Ысқабаймен жүздескен құттықтаушылар қарияға шапан жауып, қала әкімі Гүлжан Құрманбекованың сәлемін жеткізді. Әрмен қарай Рысдәулет Айтбаев бастаған құтты қонақтар Ибрагимовтардың және Капитанчуктардың шаңырағына барып, отбасының қазынасына айналған қариялардың қолын алды. Сый сияпат пен қошеметке бөленген абыз жандар алғыстарын жеткізіп, батасын да берді. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары. Қарттарын қадірлеген ел ардақты. Арыс қалалық мәслихатының хатшысы Амантай Алтынбекұлы қаламыздағы қазыналы қарттардың шаңырағында болып, мерекемен құттықтап, құрмет көрсетті. Әуелі Абыз Ақсақал 90 жастағы Өмірқұл Раманқұловтың шаңырағына бас сұққан Амантай Байтанаев теміржол саласында 45 жыл еңбек етіп, еліміздің, өңіріміздің көркеюіне үлес қосқан тыл және еңбек ардагерінің қолын алып, сый сияпатын тапсырды. Сапарайым Дәуренбекова да 80-ді еңсеріп отырған ақжаулықты ана. Биыл 82 жасқа толғанын айтқан ардагер өмір бойы теміржол саласында еңбек етіп, екінші Арыс теміржол станциясынан зейнеткерлікке шығыпты. Бүгінде немере шөбере тәрбиелеп отырған қазыналы қария. Бәріне рахмет. Жылдан жылға аман есен жете берейік. Ел аман, жұрт тиіш болсын. Жастар аман болсын. Ниеттеріңе жет. Біз ұқсаған қартайған кемпір шал болыңдар, бақытты болыңдар. Бұдан бөлек мәслихат хатшысы 92 жастағы Тасболат Оспанов пен 83 жасқа келген Байғара Өтелевтің шаңырағында болып, сыйлықтарымен қуантты. Қазыналы қарттар өз тарапынан алғыстарын білдіріп, мерекемен барша қарияны құттықтап, елге береке, бірлік, ырыс ынтымақ тілеп, жас ұрпаққа өсиетін айтып, ақ батасын берді. Балауса Оспан, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.